Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Саяхат ортақ тақырыбы бойынша бақшада. Өткелі отырған сабағымыздың тақырыбы даңғой. Мысал 91-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты өз ойларымыз бен сезімдерімізді тірек сөздерді пайдалана отырып жеткіземіз. Мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды теңеу, кейіптеу сөздерін табамыз. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін, балалар. Олай болса, ауызша жеткен қандай халық шығармаларын білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Ауызша жеткен халық шығармаларына ертегілер, төрттілік туралы жырлар, аңыздар, өтірік өлеңдер, мысалдар, жұмбақтар, жаңылпаштар, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер жатады. Осы ауызша жеткен халық шығармаларының бірі мысалға назар аударайық. Мысал дегеніміз не? Еске түсірейік. Мысал қысқа оқиғалы шығарма. Мысалдың кейіпкерлері аңдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер болады. Мысалда кемшіліктер сыналады. Ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Ендеше балалар, біз қандай мысал өлеңдермен танысқан едік? Дұрыс айтасыңдар. Біз түлкі мен тиын, бұлбұл мен тоқылдақ, бидай мен қаңбақ мысал өлеңдермен танысқан болатынбыз. Сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, бақшада қандай өсімдіктер өсетінін еске түсірейікші. Ойланыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бақшада қауын, қарбыз, қызанақ, баялды, картоп, орамжапырақ, бұрыш, қияр, сәбіз, тағы басқа көптеген өсімдіктер өседі. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда осы бақша өсімдігі қияр туралы. Балалар, мысал авторы туралы не білеміз? Автор туралы қысқа мәлімет алыңдар. Есентай Ерботин 1940 жылы дүниеге келіп, 1992 жылы қаза болған. Павлодар облысы Баянауыл ауданында туған. 1950 жылы 10 жасында Республикалық балдырған журналында балаларға арналған алғашқы сықақ өлеңі жарияланды. Содан бері өрнек, өнеге, серік пен берік, менің досым, балалар бал болғанда далаға саяхат атты кітаптары жарық көрген. Бүгінгі сабағымызда Есентай Ерботиннің мақтаншақтықтан аулақ болуға шақырған даңғой мысал өлеңі. Тыңдаймыз. Даңғой мысал. Көрінбей көзге бір қияр, қалтарыста қалыпты, көңілінде зор қиял, маңайға жар салыпты. Қарамай суық жауынға, қар түскенше мен өсем, қарбыз бенен қауынға, қайтсем дағы теңесем. Істемелеп салмағым, алып болам, нән болам, топырақтың бар нәрін тататын тек мен болам. Деді байқұс күрсініп, даңғойланды, мақтанды, жөлекпелі қырсығы барлық сырын ақтарды. Бірақ болмай дегені, жетті уақыт мөлшері, тамырының қорегі таусылды да ол семді.
Жарамады жеуге де, адам қолға алмады. Жарамады жемге де, мал маңына бармады. Жарамаса кәдеге, құр жатқаннан не пайда? Өндірмесе дәнеме, мақтанғаннан не пайда? Есентай Ерботин. Ендеше балалар, ойнап, ойла ойыны арқылы төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мысалда не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мысал, қияр туралы айтылған. Жарайсыңдар. Қияр не себепті қалтарыста қалды? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қарбыз бенен қауынға теңесем деп көрінбей қалтарыста қалыпты. Қияр не деп мақтанды? Дұрыс. Алып болам, нән болам деп мақтанды. Бәрекелді. Мақтанған қияр қандай күйге ұшырады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жеуге де, жемге де жарамады. Құр мақтанғаннан ешқандай пайда таппады. Ойларың жүйелі екен. Тамаша. Келесі тапсырмамызға назар аударып орындайық. Мысалдың кейіпкері қияр. Түсіндірме күнделігі әдісі арқылы дәптерімізге мысалда қиярдың бойындағы кемшіліктер сыналған сөздерді жазып аламыз. Берілген сөз даңғой, даңғойланды, алып болам, нәм болам, қалтарыста, кәдеге аспау. Осы сөздердің мағынасын ашайық. Даңғой сөзінің мағынасы жүйлекпе, мақтаншақ. Даңғойланды, мақтанды. Алып болам, нән болам, үлкен болам, қалтарыста. Бұл сөздің мағынасы көзге түспейтін таса жерде деген сөз екен. Кәдеге аспау, пайдаға, керекке жарамау деген сөз екен. Осы сөздерді көркем етіп, дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, мына сұраққа жауап берейік. Мысалды тыңдай отырып, өзіңе қандай ой түйдің? Балалар, бұл сұрақтардың жауабын өзіміздің сынып жетекшілерімізге аудио басылым арқылы жауап берулеріңе болады. Ендеше балалар, Абай атамыз айтқандай, өсек өтірік, мақтаншақ, еріншек, жалқаулық, ұйқышылдық адам бойындағы жаман қасиеттерден аулақ болыңдар. Адам өз шамасын білу керек екен. Шектен тыс мақтаншақ болмайық. Өзімізге қажетті жақсы әдеттер, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, осы 5 асыл істі бойымызға сіңіріп жүрейік. Осымен балалар, сабағым сендерге қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.